көргеніңізге өте қуаныштымыз. Бүгінгі кешке қош келдіңіздер. Түрлі ақсақал-аталарымыздағы, жол-тамағарымыздағы, лайтырағаларымыздағы, көңіл жеңгейлерімізді барша туған-туысқанды көргенімізге өз басымыз өте қуаныштымыз. Ассалаумағалейкум, масқаралы. Көңілдер осындайда басталады. Деген бар астастан, ақыл жастан тыңдаңдар, сөз сөйлеген жас баланы. Бүгін енді барша ағайынға даладай кең дастархан жайып, баладай шапқылап жүрген қуандықтай ұлымыздың 30 жас мерейтойы құтты болсын! Кеш құтты болсын! Көңіл күйіміз болмай! Енді қуандық мен жерлес бауырым осы қуандықтың тойы деп, ешқайда шықпай, 1,5 жыл дайындалдық. Ар жақта отырып. Осы енді мен өз басымен қуандықты осы 3-4 жыл бұрын ғана таныдым. Қуандық Сағыныш деп білем енді. Мен әйелінің аты екен ғой, Сағыныш деген. Фамилиясы ма деп жүрген ғой басында, Енді бүгінгі осы баршамызға енді отырсақ жігіттер баршамыз енді. Ешкіммен сыртқа шықпай бір жақсы әдемі той тамашалайық енді. Карантин кезінде далаға шықпай той жасадық қой ағайын. Біз карантин кезінде істе деген нәрсені істеген жоқпыз ғой. Істеме деген нәрсені бәрін істедік қой. 2 адам жинауға болмайды деп біз 200 адам тығылып той жасадық қой. Ресторанның артынан кіріп поварлармен амандасып. Анау Шыңғысхан дейтін ресторанның артынан кірген бір ағамыз айтты ғой, өмір ойлаған жоқпын Шыңғысханның артынан кірем деп. Сол сияқты ресторанның алдынан кіргізіп той жасап жатқан қуандықтың тойы құтты болсын! Енді рұқсат болса мен енді ортаға қуандық бауырым мен Сағыныш келінімізді шақырайыншы. Бір әдемі алақан соғып қояйыншы. Кетті шабаларда. Осы Қуаныштай бауырымыздың қарабасын сыйлап қаншама ағайын туыс келіп отыр. Енді төрімізде ұстаздарымыз отыр. Ұстаздарымызға бір құрмет көрсетіп қояйықшы. Мына жерде енді өнер қайраткерлер отыр. Қаншам бәрі жұлдыз екен ғой, қазір талай нәрсе өзгерген екен ғой. Мен телевизордан көріп жүргендер жұлдыз емес, басқалары жұлдыз болып жүр ғой мына жерде. Төрде жұлдыз ағаларымыз отыр. Осы қазақтың батыры Асу Алмабаев отыр. Отыр ма? Келген жоқ па? Негізі отыратын жер еді. Сен де ол үшін, сен де Дубайға барып отырдың ғой ол үшін. Бұл звондады ғой маған қуандық. Ана дідік дейтін қоймақ қойшы. Жаңағыда ыңғайсыз екенде, анша дідік деген. Оны тоқылдақтырған қояды негізі. Жалпы звондады, осылай Мейіржан тойым бар еді. 30-ға толайын деп жатырмын. Тойымды өзіңіз басқарып берсеңіз деп. Менің тілімді сіз ғана түсінесіз ғой деп. Мен түсінген жоқпын. 15 күнге осылай істеп жүр деймін деп ма. Мысалы, былай қарап тұрсаң, бүгінгі женский статья ғой нәкі. Біреудің әйелі үшін отырып кетіп тұр ғой 15 күнге. Бұлайынша деймін де 15 күнге ана шемішке шағып сталсаңда отырасың ғой. Оны анаған айтып келген. Онда келмейді менің алдымда дедім бұған. Енді басқаратын адам көп, негізі акула дейтін тамадаға басқарғызым келген деді. Павлодар, Петропавловский деді. Ол мен баняға бару керек, көрсетуге бірдеңе әңгімесі көп екен деді. Ол келмейді деді акула. Сосын Сапыржанға басқарғысы келді. Ол өзі Дубайда сол бір сынаққа түскенде группа ашып, бір ақша жинап, сол Мейіржан дейтін досы қайда? Мейіржан қайда? Риза болдым сол. Молодцы, мен осы келеді деп Сапыржан келмеді ғой. Екеуі группада айғайласып, микрофонды бірдеме істегенде бірдеме қылып жіберем деген ғой. Ол келеді деп бәрі микрофондарды тықтық қой бүгін. Бірақ рабочий. Алатау жерлерінен өз микрофонмен келіп отыр осы жерге. Бірақ бүгін енді шыны керек көп дегенмен енді ағаларымды көріп отырмын. Әлбек Серғалиев ағамды көріп отырмын енді өнердегі ағамыз. Қайда Әлеке? Рахмет. Өнер барысы бұл кісіге де оңай емес, бір күнде 2 адамға қадалған. Біреумен күресіп, біреуінен былай қадалып қалды мысалы. Адам ешкімге оңай емес мына өмірде, құрметті ағайын. Сондықтан бүгін бір тамаша керемет той өткізейік. Сағыныш келініме де ризам, шыны керек. Мынау Дубайда жатқанда білдірген жоқ қой. Үйінің ремонтын істеп, кәдімгідей тиктогын жүргізіп бірдеме істеп жүрді. Енді Алла күш қуат берсін, ең бастысы. Салып атқан қонысы құтты болсын.
бұның әңгімесі көп екен ғой, оказывается. Осыдан тағы да бір үй салды ғой, білесіздер ма? Сіздерді де шақырды ма қоныс тойға? Бәрі қоныс тойға шақырып, 15 күн қалғанда үйін сатып жүрген ғой мынау. Сондай әңгімелері бар. Қуандық енді ең бастысы аман болсын. Өз еңбегімен көтеріп келе жатқан баласы ғой. Сенің қара басыңды сыйлап, қазақтың, алғалаштың басы бүгін керемет Алматыда қосылып жатыр. Тойың құтты болсын. Барша қуаныш құтты болсын. Бүгін бәрілеріңіз көргеніме қуаныштымын. Мынандай көп адам көрмеген көп болды. Енді лотерея болады деді. Құрметті ағайын, басты сыйлық умраға жолдама, сертификат, бас жүлде умра сапарына. Сосын велосипед, әртүрлі заттар болады. Дубайдан алып келген нарды бар десең, қалды. Ол жақта істетпейді екен Дубайда, харам ғой нарды. Енді былай болсын, бұл лотереяны ойнатпас бұрын, LED экраннан бір әдемі ойын ойнайық, құрметті ағайын. Кім білет, қолын көтерсін. Бәріміз тойда жақсы тілектер айтамыз, жақсы сөздер айтамыз. Сол тілектерді бір экраннан ойнасақ, бір фото сурет шығып, қандай тілек екенін білсеңіздер, қол көтеріңіздер. Ан жақта өткен мынау. Давай, фото, брат, фото. Подаркілер қайсы лотерея ойнатпайтындар беріп жүрейік. Өздерің айтып отырасыздар ғой. Мына жаққа. Көрсетіп қойшы. Жоқ, бауыр маған көмек керек емес. Осыдан 2 жыл бұрын көмектесулерің керек еді. Просто көрсетіңдер болды. Мынау деп. Кеттік, бірінші фото болсын. Әдемі сурет. Қандай тілек? Сразу қол көтереді, келіңіз ортаға, билек. Қош келдің, Тима. Астана қаласынан келіп отырған Тима дейтін бауырымыз. Қандай тілек? Махаббаттарың баян. Өте дұрыс, махаббаттарың баянды болса. Қош келдіңіздер, түк қиындық жоқ, осылай. Түсіндіңіздер ғой. Кеттік ендеше, келесі тілек. Қандай тілек? Келіңіз, қошемет көрсетіп қойыңыз. Құтты болсын, Нигулинға бір қошемет көрсетіп қоя. Қарағандының асамасы. Қандай тілек? Тілек табу керек па? Жоқ. Келші қарындас, бір қошемет көрсетіп қоя. Алыстан Никулин ұқсайды екенсіз. Келетсіздер. Есіміңіз? Динара ханым. Кім болып келесіз? Қуандықтың жеңгесі. Қуандықтың жеңгесі. Нешінші жағасына дейіп отырсың? Қандай тілек? Ақсақалды сағынысты, наверное. Неші? Никулиннің қолынан ұстап, екеуің бірге. Ақырын өз қорттарыңа. Кеттік, кім біледі сұрақ? Кім? Келші. I'm gonna tell on Mary a part of a jar. It says in the blues body. Билемеді ба? Билейтін жер істемейді. Ғалыс. Сен де бір өтімін айтады екенсің ба? Кім болып келесіз? Қуандықтың сұлу жағы. Қуандықтың сұлу жағы? Қошемет көрсетейікші. Прикол енді ешкім айтпаңдар, сұлу жақтарға дейін жаттап алған ғой. Қандай тілек? Екеуің теңде қартайыңдар. Қошемет көрсетіп қоя. Сұлу жаққа. Рахмет, көрсемес. Кім біледі? Келіс. Келіс, әдемі. 1, 2, 3. Есіміңіз? Тасқын. Кім болып білесіз? Қуандықтың ағасы. Қуандықтың ағасы. Туған двойродной қалай? Тылсқын.
туысқан, қай жақтан келіп отырсыз? Осы алматы. Алматыдан. Бәсе өріндісің да барады, жүретін адамсың. Қандай тілек? Қосағың мен қосағың. Өте дұрыс, молодцы, брат. Никулин жолымен кетті. Кеш, Әлбек аға. Есіміңіз деп. Қандай тілек? Бұл жерде тілек емес, мен басқаша түсінемін ғой. Бұл жерде өлең тұр. Екі жағында екі шал, ортасында анау тең центр, ал анау әйел тура мен сияқты екі рет қадалған кемпір. Әлбек кетпеші. Бір витамин беріп жіберейін, я. Сабырханды көрген жерден етші. Өйтіп өрмек қош болды. Витаминді бердің Мейіржан сен маған деп айтқансың ғой, біттім мен. Керек емес. Келесі. Кім біледі? Бар ма? Аға, келші, жоғарғы. Қош келдіңіз аға, кім болып білесіз? Қысы не? Братан үйті до конца кетпесі там. Ау, сағынышты нағашы. Сағыныш дегенде вообще задейтін әрі жоқ баға. Қандай тілек? Өздерін қартайсаңдар, көңілдерін қартаймасын. Машалла. Құрғол кетпеңіз аға, дұрыс емес. Әдемі кетші, әдемі жолмен әдемі. Қалай? Өздері қартайған көңілдер жасын. WhatsApp жазып жүрші брат. Кеш брат, билеп кеш. Билеп. Қошемет қойды! Сен бір жер тұрып билеме. Жоқ, маған нагрузка просто ше. Есімің? Дәурен болады. Дәурен, кім болып білесіз? Бәрі етке түкіріп сөйлейді екенсің брат. Астыңа сөйлесіп тұрып душқан соғы болды екенсің мен ше. Аңырес тұрыпты ше. Есімің? Дәурен. Дәурен, кім болып білесіз? Қуандықтың досым. Қуандықтың досы. Өнердегі, өмірдегі пешеходта танысқан қалай? Өмірдегі де, өнердегі де. Өнерде қандай өнерің бар? Айтпай қояйын. Айтпақ қойдым. Билесің? Ау. Анау, осыдан бірнеше жыл бұрын. Я түсіндім. Ал, досыма бір қошемет көрсетіп қоя. Жібер. Красавчик. Бітті ғой? Мәшіне қалында төйеттер бар ғой? Өзіміз той болғаннан айтып отырмын анда. Айыпқа жеке басына кетіп атсам, ренжімеңдер. Бұлай тойда вообще айтпаймын ондай. Өзіңізге қандай тілек? Екі жақтың атынасын бірдей көр. Міне дұрыс, екі жақты теңдей көріңіздер. Қошемет көрсетіп қоя. Рахмет. Қуандық үшін 2,5 километр Ақтөбеден келіп отыр. Бұл сыйластық қой, өзің білесің ғой. Ақтөбеден келіп отырсың да? Не істегенді сен Ақтөбеден келген үшін? Шын? Ау, жоқ, той біткенде массаж бірдеме. Барғың келіп тұр ғой. Сен жалғыз адам шаршайды жасаған. Келесі. Қандай тілек? Қандай тілек? Кім біледі, қандай тілек? Ау! Келіңіз, бір қошемет.
есімің? Бексұлтан. Бексұлтан, кім болып келесіз? Бауырым Гәптес. Гаптес? Ол қалай екен? Гаптес. Гаптес. Ол не Гаптес деген? Айына 200 жылдан ойнаймыз біз. Неше адам? 14 семья, Шымкент, Тараз, Алматы. 14 семьяда. Дұрыс нормально табады екенсіңдер ғой, да? Қандай тілек? Негізі әзілдеп айтсам, аққа Құдай жақты. Аққа Құдай жақты. Аққа Құдай жақ деген тілек қоя, бір қошемет көрсетіп қоя, бір сыйлық беріп қоя, дұрыс емес бір адам. Аққа Құдай жақ емес. Ол негізі бар ғой ондай тілек, но ол тілек емес деп жатқаным ғой. Қалай, кім біледі? Келіңіз, әпке. Есіміңіз? Жеңіс Кім болып келесіз, Жеңіс апай? Қуандықтың папасының достарымыз. Апасының достары. Қандай тілек? Bir Алла жар болсын. Бір Алла жар болсын. Рахмет өзіңізге де. Дұрыс емес. Рахмет енді. Жарайды, ешкім білмеді. Дұрыс жауап шығара салайық. Иә. Есімің? Қандай тілек? Имандымыз болсын. Дұрыс емес, оқысашы. Екі күннен бақыт нәсіп етсін дейді. Кеттік, келесі тілек болсын. Нан ешкім таба алмайды. Кім біледі? Кіммен Сабыржан? Әлібек пен Сабыржан дейді. Дұрыс емес. Кім біледі? Бұл адамның атына байланысты бір подсказка берейін. Үйленгеннен неме дейсің? Үйленгеннен артынан қойшы ше. Кім біледі? Кеңіз, білсеңіз я. Билеп кеңіз. Ұстаздар қарап есіміңіз? Дина. Дина ханым, кім болып келесіз? Жеңгесімін Туған жеңгесі. Қандай тілек? Палуан ұлын болсын. Соны алып қайда берейін? Ол қызың берді ма? Рахмет, дұрыс емес әпке. Кім біледі қандай тілек? Кеңіз, қошемет көрсетіп қояйық. Брат, кеші. Еще екеу еще бір стөлде тұрсыңдар ма? Қалғандар ауыр шығар, Кеші, екеу. До, после. Күшті. Кеңіздерші, бір билеп беріңіздерші. Қошемет көрсетіп қояйықшы. Екі досына. Фантазияң жоқ екен, мен билеп беріңдерші дедім ғой, істе деп тұрған жоқ. Брат, сіз қай жылғысыз жалпы? 95? Молодцы, 100-не қанша жеп атсың деп. Дамир дейтін досы, семейде келіп отыр. Қандай тілек? Мынау тілек қуаныштың үстіне қуаныш. Дұрыс, қуаныштың үстіне қуаныш болсын. Неге деп отырған шығарсыздар? Мен бағана айттым, адам есіміне байланысты екі қуаныш дейтін балалар, дос балалар ғой. Кеттік, келесі. Қандай тілек? Ұстасқан қолдарың мәңгілік болсын. Дұрыс емес. Келесі. Дұрыс емес. Кім біледі? Білетіндер бар ма? Ұстасқан қолдарың ұзақ жоқ, дұрыс емес. Келесі, әпке. Кім болып келесі Құралай хан? Қуандықтың мамасы. Қуандықтың мамасының бөлесі. Қай жақта? Бөлесімін.
Семейден келіп отырсыз ба? Ау? осы жақта тұрамын. Иә, туған жеріңіз. Семей. Болды ғой. Жаңа жерлесімсің ғой. Иә. Руыңыз? Найман. Найман. Мен қайын жұртым Найман. Мен өзім арғын баласымын. Найманның ішінде? Матай. Матай деп адам. Матайдың ішінде? Қызай. Олар басқа. Иә. Қандай тілек? Асқан жолдары. Біздің жолымызды берсін деген тілек. Бір қошемет көрсетіп давай, соңғы сурет болсын. Мынау қандай тілек? Кім біледі? Қандай тілек? Мынау қандай тілек? Кейс. Қошемет! Есіміңіз? Дәурен, Кім болып келесіз? қуандық бауырым. Қандай тілек? Біреуге орғызба өзің сөзің. Дұрыс емес! Ал, Бір айдың 15-і жарық, 15-і қараңғы. дұрыс емес. Қайдық. Есіміңіз? Айдынгүл. Айдынгүл, қандай тілек? Төртеу түгел болсын. Өзіңдікінде нешеу? Кім біледі? Ой, апажан. Сіз де білесіз ба барып келген? Есіміңіз апа? Айткүл апай, Айткүл апай, кім болып келесіз? Нұргүлдің жеңгесімін. Нұргүлдің жеңгесі. Қай жақтан келдіңіз? Негізі жолдасым Семей. Тұра. Семей десеңдер бере берем, я. Қандай тілек? Бұндай күндерді басымызға келмесін. Әумин. Дұрыс емес. Әңгімен мөлдіріне Тұрсынбек айтсаң, мәз болады. Кет, кім біледі? Кеңіз, қошемет көрсетіп қояйық. Соңғы тілек болсын. Қандай тілек? Бәле-желенің бәрі осымен келсін. Өте дұрыс. Бәле-желенің бәрі осымен кетсін. Қошемет көрсетіп. Апай, кеңіз. Сіздікі қандай болып еді? Осы болған. Осы маған тісей бар ғой. Басыңыз тиді екен, апай. Не деген білімсіздікі ше? Мен де өзім ойландым, кеш қанда осы деп келе жатыр ғой деп ше. Ал, Сөйтіп айтайын дегенмін. апайы болғаннан кейін кімнің? Қуандықтың. Семейденсіз ба? Тұра. Ал, жақсысың бе? Өз бауырың алды ғой, мен қайдан білейін қандай екен. Жаным. Күшті кетіп барады. Жұман Ханзадан әйел ұқсап жүрсің. Рахмет. Бір қошемет көрсетпай жасыке. Өзіңе арнайы. Енді барша жеңімпаздар бір құттықтап қояйық. Той құтты болсын! Енді құрметті ағайын, той бағаннан ойын сауық болып баршамызды бір кісідей қатысып отырайық. Десе де тілек кезектерін ұмытпайық. Төрімізде осы жерде барша өнердегі ағалар отыр Қуандықтың. Сондықтан Әлібек ағамыз бастаған, мына жақта Никулин ағамыз бастаған. Ойбай, тұра тұрыңыздар. Олар қайын жұртқа кірмей ма? Кешірім сұрайын. Осы жерде екінші бір әдемі ақ тілек, құда-құдағилар деп жатыр. Сағыныштың барша туғандары, осы әулеттің мыңжылдық туыстары, Сарсүйек құда, генерал құда, байыр құда деп айтамыз. Қандай атақ айтсақ та, шен айтсақ та жарасымды, осы әулеттің мыңжылдық туыстары және